Қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзімнің YouTube каналымда шоколадный рулеттің рецептісімен бөлісемін. Бұл рулет қазіргі таңда хит болып жатқан жаңа рулеттердің бірі. Егер видео ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рулеттің құрамына қосатын заттар өте қолжетімді, көп заттар кетпейді, және бұл рулет қопсытқышсыз, яғни разрыхителсіз істелінеді. Бізге қайнап тұрған ыстық суға кофені саламыз, жақсылап түйіршіктері кеткенше қозғаймыз. Оның үстіне какаоны қосамыз. Мен Малайзия деген какаоны қосамын. Тағы да жақсылап араластырайық. Жұмыртқаның сарысын, үстіне майды құямыз, сұйық майды, оған сүтті құямыз. Миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнды саламыз. Тағы да араластырайық. Тұқымның ағын миксермен араластырамыз. Бірінші жайлап бастап араластырамыз. Одан кейін қатты көбік болғанша, біркелкі меренгі болғанша араластырайық. Шекерді үстіне аз-аздан 3 бөлікке бөліп салып, жай араластырамыз. Енді біз дайындап алған қамырымызбен меренганы жай қозғап араластырайық. Бірден бәрін қоспаймыз, 3 бөлікке бөліп, астынан үстіне қарай қозғап дайындаймыз. Енді бағана дайындап болған какаоның үстіне азырақ бөлігінен дайындап алған меренганы салып, жақсылап араластырайық. Рулетке кофе қоспасаңыздар да болады, какаомен қоссаңыздар да болады. Мен бұл рулеттің оригинал рецебі бойынша кофе қостым. Кофені ұнатпағандар қоспауға болады. Рулетті пісіруге мен фольганы қолдандым. Керекті размерде фольганы осылайынан екі жанын төртбұрышты етіп, меренганы біркелкі етіп салайық. Бұл уақытта біздің духовкамыз қызып тұру қажет. Рулеттің үстіне осылайынан какаоны құйып шығайық. Қызып тұрған духовкада 160 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз.
артық жерлерін пышақпен осылай кесіп аламыз. Енді кремін дайындайық. Мен Қазақстан шоколадын алдым. Жұқалап пышақпен осылай тураймыз. Крем дұрыс шығу үшін кремді дайындайтын кезде ғана сливки мен творожный сырды холодильниктен сол кезде шығарайық. Ыдысқа творожный сыр, сливки, сахарный пудраны салып, миксермен қою болғанша жақсылап араластырамыз. Шоколадты салып, тағы да жақсылап енді қолмен араластырайық. Кремді біркелкі етіп жағып шығамыз. Дайын болған рулетті холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Бұл рулет менің жасап жүрген рецепттердің ішіндегі бірінші жасағаннан сәтті шыққан рецепт. Рулет сіздерге жасауға кеңес беремін. Холодильниктен алдым. Енді рулетімізді ашайық. Әркім өзіне ұнаған оформлениесін істеуге болады. Мен бетіне сливки мен шоколадты ерітіп құйып шығамын. Үйлеріңізде осындай оңай рецепті рулеттерді жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шықты. Кесіп шаймен ішкенге өте керемет. Менің арнамда жаңа рецепттерді күтіңіздер. Осындай рулет дайын болды. Ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.